сәлеметсіздер ме? Мен қазір жеміс-жидектерден жануарларды жасайтын боламын. Ол үшін бізге мынандай заттар қажет болады. Алма және алмұрт, осындай кішігірім мандариндер, және де жүзімдер. Тағы да бізге осындай 2 банан қажет болады. Ең бірінші біз кірпі жасайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай 3 алмұрт, осындай жүзімдер, және де осындай кішкентай таяқшалар қажет болады. Ең алдымен біз осындай алмұрттардың сыртын ашып аламыз. Міне, біз алмұрттардың сыртын ашып болдық. Енді біз осындай жүзімдерді аламыз. Ең алдымен бірінші алмұртқа осындай жүзімдерді қойып шығуымыз керек. Ең алдымен осындай тақтайшаларды алмұртқа жабыстырамыз. Біз мұрнын жасаймыз. Ол үшін бізге осындай таяқшаны кіргізіп аламыз. Содан кейін осындай кішкентай жүзімді алып, оған бүйтіп кіргіземіз. Міне, біздің кірпіміз дайын болды. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Енді біз бұны екіншісін жасайтын боламыз. Екіншісінде дәл біріншісі секілді қылып жасаймыз. Бірақ осындай қара жүзіммен. Біздің 2 кірпіміз дайын болды. Біреуі қара, біреуі осындай ақ. Және де мен осындай дельфинді жасап шықтым. Кейін мен осындай салат жасадым. Домалақ, әртүрлі түсті. Оның шеткі жағында алмалар, одан кейін мандарин, сосын ақ жүзім, сосын мандарин, сосын қара жүзім. Осындай әдемілікті жасап шықтым.